Баршаңызға сәлем, сіздермен Каусар. Бүгінгі менің жаңа видеома қош келдіңіз. Бүгінгі видеоны сіздерге пайдалы болсын деп ерекше тақырыпта түсірдім. Бұл видео қыз-келіншектерге арналады. Әсіресе болашақ аналарға, енді бала көтеріп немесе жоспарлап жүрген ханымдар үшін өмірдегі өз тәжірибеммен бөліскім келді. Яғни алғаш рет ана атанғалы жатсаңыз, балаға және өзіңізге қандай заттар керек болатынын видео барысында көрсетемін. Өзім де дәл қазір екінші жүктілігімнің 35 аптасындамын, яғни босанатын күндерімде алыс емес, және босану үшін баланың керек заттары, киімдері үшін біз әйелдер жүктіліктің 30 аптасынан бастап дайындаламыз. Мен роддомға сумканы әртүрлі дүкендерден теріп жүріп жинадым. Бірінші баламда да солай болған, және өзіме де ыңғайлысы осы екенін түсіндім. Себебі бір дүкенде жайлықтарға жеңілдік болып жатса, басқасында детский салфеткаларға жеңілдік болады. Және әр дүкеннің бағалары әртүрлі. Бір жағынан іздеген затым, мысалы Лилис Хоумда болмаса, Анаболо дүкенінен табамын деген сияқты, сол жағынан да жеңдім десем де болады. Ал енді көп сөзбей сіздермен распаковканы бастайын. Достар, алдын ала сіздерден осы жердегі видеоның качествосы үшін кешірім сұраймын. Бұл жерде сәл қараңғылау түсіп қалған, бірақ сонда да осыны видеоға қосқым келді. Бірінші бізде баланың және өзімнің заттарым детский мир және нәресте Астана дүкендерінен алынған заттар. Болашақ аналарға кеңесім, осы заттар алғашқы уақыттарда ең керек заттар. Мысалы, осы ортопедиялық жастық маған қатты ұнады. Бұл баланың басының пішіні қисаймас үшін арнайы жасалған. Нәресте дүкенінен алдым. Бұл жастықтың формасы, әсіресе матасы қатты ұнады. Көріп тұрғандарыңыздай матасы муслин. Бұл мата басқа маталарға қарағанда денеге ауаны жақсы өткізеді және бала өзін жайлы сезінеді. Келесі бізде балаға арналған тройка, яғни распашонка, чепчик және ползунки. Бұны да нәрестеден алдым. Бұл Rahim Baby компаниясының бренді, қазақстандық бренд. Екінші баламда түсінгенім осындай тройка алған тиімді екен. Бірінші баламда распашонкасы бөлек, ползунки бөлек таңдап жүріп алған болатынмын. Соңында есептегенде тура сол тройканың бағасы шықты. Және бір минусы, үшеуін де бірдей етіп алсам да түстері дұрыс келмей қалғаны бар. Яғни әрқайсысы әр фирманікі. Әрине ол кезде осындай тройкалар болғанын білген жоқпын. Ол кезде де баланың заттарын өзім таңдап алдым. Яғни қасымда ешкім болған жоқ, тәжірибе болған жоқ. Енді тек осындай тройкалар алатынымды түсіндім. Келесі бізде слиптар. Осы жолы осындай комбинезондар көп алдым, себебі бірінші баламда тек осындай киімдер ыңғайлы еді. Ол кезде бір ғана слип алған болатынмын, қалғаны боди болды. Айта кететін жайт, боди да ыңғайлы, слип те ыңғайлы. Бірінші баламда бір ғана слип алған соң, соны балам тастамай киетін. Енді осы жолы қызыма әр түрлісін, әдемілерін таңдап алдым. Детский мирдан алдым. Ол жақта көбінесе осындай слиптерге жеңілдіктер көп болады. Жұқасы да бар, қалыңы да бар. Қолы ашылады, жабылады, өте ыңғайлы. Менің түсінгенім, бала 3 айға дейін слип немесе боди киеді. Ал құр распашонкадан іші ашылып кетіп жатады. Және детский мирден осындай набор алдым. Бұған да жеңілдік болып жатыр екен. Осындай әдемі жұқа сыртынан тігілген пинетки және царапки. Бұл роддомға кигізгенде жақсы екен деп ұнатып алдым. Бағасы небәрі 500 теңге болған соң ойланбастан алдым. Баланың қолына киетін царапкидің түр-түрі болады, бірақ көбінесе баланың қолынан түсіп кетіп жатады. Ең ыңғайлысы осындай сыртынан тігілген білегі резинка царапкилер баланың қолынан түспейді. Келесі заттарды нәресте дүкенінен алдым. Біріншісі бұл ручной молокоотсос. Негізі молокоотсос таңдар кезде сапалысына мән берген дұрыс. Мен бірінші баламда мүлдем алмаған болатынмын. Кейін алғашқы уақыттары сүтім толып кетіп, ол сүтті шығару үшін бір рет қиналғанмын. Сол кезде жолдасым аптекадан арзан молокоотсос алып келген. Ол өте сапасыз болды. Көкіректі сорғанда қатты ауыртты. Соңында мен сүтті өзім қолыммен саудым. Ал енді мына молокоотсосты алар кезде көп ойландым. Қайта-қайта қарап, ішін ашқызып, инструкциясын оқып, көп молокоотсостардың ішінен осы жақсау деп ойлап осыны таңдадым. Әрине сапасын босанғаннан кейін көремін. Ең бастысы қатты ұнағаны бұның басында силиконды резинкасы болғаны.
ол көкіректі қатты ауыртпайды. Және осының ішіне бутылканың соскасы кіреді, оның ұнағаны антиколиковый жүреді. Яғни сосканың шетінде кішкентай тесігі бар, ол дегеніміз бутылканың ішіне сырттан ауа кіріп тұрады. Демек, баланың ішінің ауруына бутылка себеп болмайды деген сөз. Келесі бізде өзіме арналған толғақ басталған кезде перзентханаға киетін бір реттік трусиктер және үлкендерге арналған подгузник. Бұл Депен трусиктері бірінші баламда да осыны алған болатынмын. Тіпті ол кезде үшеу алсам да артылып қалған. Толғақ басталғанда су кетпей тұрып, негізі осыны киген ыңғайлы, бірақ мен роддомда бұны кимедім, ал осы жолы не болатынын білмейміз, сонда да алып қойдым. Және бұны босанғаннан кейін киюге де болады. Білесіздер, босанғаннан кейін көбінесе қан көп келеді, сол кезде түнде киюге ыңғайлы. Үлкендерге арналған бір реттік подгузник бұл су кететін кезде, яғни потуги басталар сәтте киеді. Келесі бізде компрессионный чулки, баршаңыз білетіндей варикоз бар адамдар киеді. Менде осы екінші жүктілігімде варикоз болғандықтан дәрігерім осыны киюді ұсынды. Бірақ менде кесіртілігі болмайды, тек жүктілік кезінде, яғни қазіргі сәтте киюім керек. Бұл бізде дорожный набор, перзентханаға алып кетуге ыңғайлы деп Минисо дүкенінен сатып алдым. Бұйырса, перзентханаға кетер кезде заттарымды жинаған сәтте осыған сусабын, душқа арналған гель, крем, тағы басқа уходтарымды құйып аламын. Келесі детский мерден жеңілдікпен алған Йокосан салфеткалары 99% судан тұратын ең сапалы дымқыл майлықтар. Маған осы фирманың және Лавулар фирмасының салфеткалары ұнайды. 100% гипоаллергенді. Бірінші балам ешқашан соска, бутылка емген жоқ және әлі де мамасының баласы. Сол үшін екіншісін бутылкаға да, соскаға да үйретемін деп шештім. Бұл бутылканы көбісі біледі. Комотомо бутылкасы ананың омырауына ұқсас етіп жасалған. Баланың емуіне ыңғайлы әрі антиколиковый жүреді. Бірінші баламда арзан, сапасыз бутылка алған есімде, сонымен мүлдем ембей қойды. Бірінші баламның киімдерін, заттарын сатып аларда біраз қателіктер кеткенін түсіндім. Егер де сіз де алғаш ана атанғалы жатсаңыз, менің сізге кеңесім ең мықты, сапалы заттарды алыңыз. Қымбат екеніне қарамаңыз, тіпті қымбатынан алыңыз. Себебі арзанын алсаңыз, ол нәрсе балаға жайсыздық берсе, кейін қайтадан сапалысын сатып алуға тура келеді. Солай екі шығын боласыз. Келесі бізде Биолан фирмасының интимді гелі, бұл әйелдердің гигиенасына арналған. Өзім бұл затты көп қолдана бермеймін, бірақ босанғаннан кейінгі кезеңге керек дүние. Алғашқы сәтте біз аналар перзентханаға бөпемізге қандай подгузник аларымызды білмейміз, себебі балаға не нәрсе аллергия беретіні беймәлім. Нәресте дүкені осының шешімін тапқандай, осылай 3 түрлі подгузникті 5 штуктан бөліп дайындап сатып жатыр екен. Негізі өзім осы баламда Йокосан жөргектерін қолданамын деп ойлаған болатынмын. Дегенмен басқа фирмалардыкінде қолданып көрейін деп осыны алдым. Келесі распаковка бізде Лилис Хом және Ана болу дүкендерінен алынған. Біріншісі бұл баланың киімдерін жууға арналған гипоаллергенді порошок гель, Йокосан фирмасының өнімі. Бұйырса, баланың киімдерін осы гельмен жуатын боламын. Келесі баланың нәзік терісіне Биолан фирмасының денеге және шашқа арналған гелі. Алғашқы күндері баланы суға түсіргенде осы табиғи шөптері бар өніммен шомылдырамыз. Құрамында пайдалы шөптер және череда бар. Келесі өзіме арналған роддомға киетін резиновый тапочка. Өте жеңіл және тайғанақ емес деп ыңғайлы деп осыны алдым. Жүкті әйелдерге арналған антицеллюлит кремі, бұл іштің жыртылуын болдырмауға көмектеседі. Йокосан фирмасының дымқыл дәретхана қағазы, бұл да перзентханаға керек болады. Балаға арналған құлақ тазалайтын таяқшалар, бұны алған мақсатым баланың кіндігіне обработка жасаймын, және Бюбхин фирмасының гипоаллергенді қатты сабыны. Келесі бізде түрлі табиғи шөптері бар және чередасы бар нәрестелерді алғашқы шомылдыруға арналған теңіз тұзы. Менің ең сүйікті салфеткаларымның бірі Лавулар фирмасының дымқыл майлықтары. Бұны да бұйырса перзентханаға алып кетемін. Ана болу дүкенінен керемет жеңілдікпен осы Биолан фирмасының теріге арналған миндаль майларын алдым. Қасына сыйлыққа осы фирманың душқа арналған тестер гелі жүреді.
Және осы фирманың детский кремін алдым. Жалпы осы Биолан фирмасының өнімдерін көбісі мақтайды. Өзіме де қатты ұнайды. Бағасына сапасы сай, әрі ешқандай аллергия бермейді. Мен соны осы екінші баламда түсіндім. Келесі бізде детский ванночкаларға арналған гамак. Баланы шомылдырғанда, жатқызып шомылдырған ыңғайлы. Бірінші баламда 2-3 адам болып ұстап тұрып шомылдыратынбыз. Ал енді осы баланы осы гамактың үстіне жатқызып шомылдыратын боламыз. Бұл аналарға ең керек дүние деп айтар едім. Мен қарапайым осы турецкий түрін алдым. Жалпы гамактың түрлері өте көп. Келесі бізде соска пустышкаға арналған контейнер. Әдемі жазуымен. Қысқа видеомда пустышка бипстің распаковкасын жасаған болатынмын. Қарап бағалап кетсеңіздер болады. Келесі перзентханаға ең керек затымыздың бірі ватный дисктер. Алғашқы күндері баланың көзі қатты былшықтанады. Сол кезде осы дисктермен сөйтіп отырған ыңғайлы. Видеоның басында сіздерге 3 түрлі подгузник көрсеттім. Оны роддомға алып кетсем, осы пачка подгузниктерді үйге келгеннен кейін қолданатын боламыз. Барлық дүкендерде экосанға жеңілдік болып жатқан соң алдын ала бір пачка алып қойдым. Келесі роддомға өзіме арналған унитаздың бетіне қоятын покрытие. Бұл жеке басымның гигиенасы үшін керек болады. Ең керек деген косметикаларды, заттарды көрсеттім. Енді киімдерді көрсетейін. Біріншісі бұл өзіме арналған босанғаннан кейін палатаға шыққанда киетін халат сорочкасымен. Именно осы бала емізуге ыңғайлы, алды оңай ашылады және ұнағаны тізеден түсіп тұратындай ұзын болғаны. Келесі бізде балаға арналған муслин матасынан жасалған кішкентай сүлгі және 2 алжапқыш. Бұл енді бала 1 жасқа толғанша керек дүние, әсіресе сыртқа шыққанда, қыдырғанда осы алжапқыштар жақсы көмектеседі. Лилис Home дүкенінен өзіме осындай ыңғайлы шұлықтар тауып алдым. Бұйырса босанғаннан кейін перзентханада киетін боламын. Және сол дүкенде осындай кішкентай орамал бар екен. Барлығы арзан әрі сапалы. Бұны да палатаға шыққаннан кейін киемін. Бала туыла салып, кигізетін киімдері ақ болғанын қалап, осындай ақ түсте тройка алдым. Яғни распашонка ползунки чептик. Бұл да қазақстандық Rahim Baby фирмасынан. Материалы өзіме қатты ұнады. Келесі өзіме арналған іш киім, емізетін аналарға арналған 1 штук алдым. Себебі емізуге ыңғайлы іш киімдерім өзімде көп. Ал мына слипті бала 2-3 айдан аса бастағанша киетін үлкендеу етіп алдым. Бұйырса көктемде киюге өте ыңғайлы болады. Қолжетімді бағадан ана болу дүкенінен алдым. Және ана болу дүкенінен осындай шапкалар және жұқа распашонкалар алдым. Бірінші баламда алғашқы кезеңде ең қатты керек болған киімдер осылар болған. Енді екіншісінде алаңсыз киіндіретін болдым. Осы видеода көрсетілмей қалған ең әдемі шапкалар және баланың әдемі киімдері бар. Оны Mom Baby дүкенінен алған болатынмын. Бұйырса алдағы қысқа видеоларда немесе перзентханаға сумка видеосында көрсететін боламын. Сондықтан алдағы видеоларымнан құр қалмаңыз. Негізі бірінші баламнан қалған киімдер, пеленкалар өте көп. Біріншісінде муслиновый пеленкалар көп алғанмын. Енді осы жолы қыз бала болған соң қызғылт түсте қалың 2 пеленка алдым. Және соңғы алған затым многоразовый вкладыши. Яғни көкірекке арналған сүт көп мөлшерде келсе, киімді бүлдіріп қоймау үшін іш киімнің ішіне көкірекке қоятын подкладка. Осымен бүгінгі распаковка соңына жетті. Аз нәрсе көрсетпедім деп ойлаймын. Және осының барлығы алғашқы уақытта керек заттар. Бұл тек алған заттарымның бір бөлігі ғана. Ал видеоға түсірмей қалған әлі біраз заттар бар. Алдағы видеоларымда баланың алғашқы киімдерін қалай жуып, заттарын қалай стерильдеу керек екенін көрсетемін. Және перзентханаға арналған сумканың видеосын да шығаратын боламын. Бүгінгі видео тек распаковка болды. Соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Ұнаса лайк басып, қолдап кетіңіз. Ал мен әзірге сіздермен қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.